Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün oktyabrның 9-ы bazar ertesi günü. Rusiya Devlet Dumasının sabık deputatı Denis Voronenkov'un öldürüvini FSB tarafından idare etilgen Rusiya hırsızı Vladimir Tyurin teşkil etti. Ona şeklenilgeni hakkında endi bildirdiler. Bunun ile Ukrayna Rusiyadan onun ekstradasiyasını talep etti. Bunun hakkında briefingde baş prokuror Yuri Lutsenko bildirdi. Onun sözlerine göre öldürüvge alakası olgan insanlarını belgileyip ve vakanın hazırlığından amelge geçirilmesine kadar tafsiliyatlarını bilip oldular. Baş prokurorun fikrine göre FSB reberiyeti Tyurin'nin yardımının Rusiyaga karşı halkara mahkemelerde kıymetli şahit olgan Voronenko'nun öldürüvini hazırladı. Cinayi işini endi Kiyev'nin Shevchenko rayon mahkemesine verecekler. 2017 senesi Mart'ın 23'ünde Kiyev merkezinde Premier Musafirhanesi yanında Rusiya Devlet Dumasının sabık deputatı Denis Voronenko'nu atıp öldürdüler. Evvel Ukrayna vatandaşlığını algan edi. Yaralangan karavul hücum etken şahısqa karşı ateş açtı. Katil Pavel Parshov hastahanede vefat etti. Voronenkov kaçak prezident Viktor Yanukovich'nin devlet hainligi hakkında işinde hem de Rusiya istilası ve Kırım işgali boyunca şahit edi. Kiyev'de Nemtsov bahçesi ya da sokağı peyda olabilir. 2 yıl evvelsi Moskvada öldürülgen Rusiya muhalifinin doğan gününde Ukrayna ve Rus erbapları onun adını Ukrayna paytahtının haritasında ebedeleştirmege teklif etti. Onun Rusya ve Ukrayna'da demokratik yetişatlarga koşkan hissesine midarlıkını bildirip, şu cümleden Boris Nemtsov, Rusya cemiyetine Ukrayna teritoriyasında Rusya Federasyası ordularının bar olganını isbatlamaga hareket etedi. Buhranga karşı merkezde geçirilgen briefingde Bahçeli hasının eskizine yarış ilan etildi. Hem de onun yerleşivi boyunca tekliflerini toplaylar. Він дуже любив Київ, дуже любив сюди приїжджати. Киевны пек севе. Мында келмеге севе еді ве сық-сық келедім. Себе пілеве себепсіз, соқақлардан біріне оның адының берілмесini истередік. Для нас, как, так сказать, для украинских россиян. Біздер, Украин русиялилері үшін бұл вақаның тәшәбетшісі Украин жемиеті олғаны пек мұйымдыр. Умет етем ки Киевде Борис Немцов бақчасына ер тапылыр. Көй ходжалығына қол тұтмақ шу сырада органик мақсулатының өстірілівіне әмді инфраструктура объектлерінің учақ ве геми құрыджалығына пара айырмақ. Бұ да Қытай иш адамларыны мерақландырған бұтын саларды гілдір. Әлвері шлейш бірліктің тарафларыны бергелемек için Украина ве КНР иш адамлары ипек yolu timsali сәрлевасыны ташыған 2 күнлік форумға топланды. Безусловно, мы заинтересованы, с одной стороны. Біз мисал үшін Украина аграр мақсулаты кетірілмесінің тарафдарларымыз. Бұ эт, юн, ашлық. Шу сырада Украин яғы пек рапетлідір. Қытайда отес сатыла. Мы хотим помогать. Ярдым етмеге істейміз. Мында да чоқ шirkетін келмесіні істерідік. Шымды Қытайды тақлиды етілі білежек муайен бірлей халарақында білежек оламыз. Құсусан шымды умумичетін шirkeтлеріні мейданға кетірмек үшін. Ешел терек ве чечеклерні қар қаплады. Қытай шымалінде күчлі яғанақлар. Шиддетлі рузгар ве буран автойолларында әрекетні тоқтатты. Yol хадимлері соқақларны темізлемеге девам еті. Мақсус қызметлер тынықлаларда тұрған инсанларға sıcak сувны тарқыта. Қара атлық күнлері яғайды. Метеорологлар, дейке, сувықлар да бір қач күн девамында сақланылacak. Шимали Кореяда иш фирқасының баш кетебі ярыне Ким Чен Ирның кечмесінден 20-сене толғанына фейерверк ерве ойынлар еле қайдетелер. Бенлер жиынсан Пхеньянның меркези мейданына ачық митинге шықты. Парадның сонында мемлекет сәкенлері байрам тәдбірлеріне кечі. Хатырлатам, Ким Чен Ир Шимали Кореяда 17 ел басшылық етті. 2011 сенесі юрек кризінден вефат етті. Америка алимы Ричард Таллар иқтисадият бойынша Нобель мүкафатының сайы болды. Исвечия Қаралиет Илимлер Академиясы илан еткені кебі, оны иштимаи иқтисадиятқа қошқан иссесі үшін тақдирледілер.
Талер шу сырада муим қараларының чықарывына ве, нетижеде чаршыға ичтимаи ве дуйгу факторларының тәсір еткенінің огрене еді. Алим инсанлар сыйып олған шейлеріні не үшін да чоқ қимет еткенini анлатты. Бұның елі талер қарар чықарывында өз ұзыны идаре етмеге керек олғанını қайт етті. Өз араштырмалары үшін Алим миллиондан зиеді долларны елді етті. Тақдерлев мерасимы декабрінің 9-ында кечежек. Бүгін Петро Порошенко Түркия Жұмхуриетінің президенті Реджеп Тайип Эрдоган иле көрішті. Украинаға ресми зереті иле келдім зерет черчевесінде Украина ве Түркия арасында yüksek seviyeli стратегия шурасының 6-й топлашығы кечежек. Тарафлар стратегик yönelişlerde эки тарафлама ишбірлікнің теренлешув yollarını музакиреті әмді халқара барышық ве региональ хавсызлық меселелеріні дейлер Украина президентінің матбуат хатвизиметінде. Октябрь 12-сінде Европа Шурасы парламент ассамблеясының сессия автосының күн тәртібінде тәсілі қанда Украин қануны бойынша әжеле мұнақашаларының кечірілмесі планлаштырыла. Бүгін Романия тәшебюс етті. Она қарарнен 20 депутат қол тұтты. Оларның арасында Маджаристан, Булгаристан ве Молдова тәмсілжілері. Хатырлатам әвел Европа бірлігінің бір қач мемлекеті қанунның 7-ші маддесіне қаршы шықты. Онда орта мектептен башлап, оқытуының тек Украин тілінде кешірілмесі ақында сөз кетті. Фақат қанун милли азлықларының базы фенлерінің туфған тілерінде огренмеге аққына сақлай. Меселесіні Венеция комиссиясында огренмек кереклер. Стокгольм махкемесінде Нафтогаз ве Газпром давасы бойынша отырымлар башланды. Нафтогазның башты жері мудиры Юрий Витренко дегені кебі махкеме бұсене майыс айында арбитраж махкемесі тарафындан алынған қарарының әмелге кечірілмесіне тарафларының мевамларына огренмелі. О вақыт уч эсас нұқта бойынша Украин тарафының менфаатына қарар чықарылған еді. Яни ал ве оде умдесі лягу етілді. Газның рейхраджым мусады етілді ве фиатларны белгіле формуласының денештірілмесіне Украин аққы танылды. Украин тарафы о вақыт ғалебе аққында білдірді. Русия есе қарарны ортанжы деп адлады. Нафтогаз ве Газпром бұл қарарны насыл етіп еріне кетірмек меселесінде аңлашып оламады. Шымды бұны махкеме етмелі. Уч сене деваманда Нафтогаз талаплары 30 миллиард долларға, Газпромның есе 47 миллиард долларға етті. Үрметлі сәрджелер, бұл сонки хаберіміз еді, да чо хаберлерні сізлер Укринформ сайтында оқи білесіңіз, UATV-лі олыңыз, сақлықнен қалыңыз, көріш кенже.